Мектеп қазақ мектебі болып ашылады міне заңды бойынша, дұрыс па? Оны келеді да аралас қылып жібереді. Осы енді дұрыс па сендердің осы не басқарып отырсыңдар, не қарап отырсыңдар? Ашық болу керек. Айта беріңіз, айта беріңіз. Тұрып кетті. Бассыздықты өздері бастайды да, содан кейін тағы да әңгіме айтады. Бізге бір ренжіс осының gibi. Иә. Бізге бір ренжістер. Бөлек халықтың дұрыс нәрсені дұрыс жасасаңдар. Айбек, былай айтқанда мен болған жоқ. Естігенім. Апай атшыңызды айтып кетсеңіз. Хасанова Құндыз Нұрмұхановна. Комиссия құрамыз деген екенсіздер. Сол комиссия туралы не болып жатыр екен? Комиссия құрылып жатыр, осы ертең жоқ 9 күні дайын болады құрамы. Комиссия. Соншама комиссия құру деген Енді кім болу керек ол жерде қазір айтамыз, жалдан әкім шешеді. Комиссия құрылып жатыр, 9 күні дайын болады. Осы вақытқа дейін неге шешілмейді мына мәселе деген өзі қанша болды мына? Қандай мәселе шешілмей жатыр нақты? Мектеп учебный год. Біз алдында да келдік, алдында да айттық. Неге ондай әрекет істеп жатсыздар? Бізге соған жауап керек. Біз алдында облыс білім басқармасына бардық, акиматқа, о жақтан бухгалтерін алып келді да, бухгалтер бізге. Енді бізге былай, анау ол жауап емес. Сосын алдында Айбек мырза, сіз айтып отырсыз, сотқа бересіздер деп. Қазақша болып тұрған нәрсені сотқа беру мазақ емес пе? Жоқ, мазақ қой. Жоқ, қараңыз, қазір давайте біз былай істейік. Айбек, сен қазақ болмайсың. Сен деп айта беремін, бауырым, сіз деп айтсам да ол не емес. Сен қазақ емессің, сен аралассың деп. Сосын сен қазақ екенін сен удостоверение шығарып көрсете аласың ба? Дұрыс па? Қазіргі жағдайда сіздер оны шешу үшін жоқ, жарайды. Онда немен салыстырамыз? Онда немен салыстырасың? Қалайсың? Деген бүгінгі күндегі потребность бар. Қоғамға қарай салыстыру керек. Жоқ, сіздер оны потребность бізде қазір нақты бізде потребность қазақ мектебінде. Мектеп үшін салынған еді. Қазақша мектеп деп. Мен деген оны 14-ші, 15-ші, 16-ші жылы, 18-ші жылы бәрін көтеріп жүрмін. Жолан келгенде салып жатқанда, басталғанда 20-ші жылы айтты. Осы мектеп 9-ші мектеп үшін салынып жатыр деді. Неге оны деген енді қазақша орысша қылып жүрдіңіз? Басынан бастап бұл мектеп қазақша болады деген кезде балаларымызды 1000 адам алып келді. Оны сосын, оны қазір айтсақ, ой, ол кеткен адамның артынан қайтесіздер, тағы бір нәрсе, оны айтатындай зат бар. Оны халық жау десе де болады. Біз тіріміз ғой, біз деген бәрін естідік. Халық жауы, ол халық жауы, қазақтың жауы. Өйткені, қараңыздар, кімге жау екенін не қыласыңдар, нақты сұрақ қойыңдар. Сендер ұлтаралық неге бүйтіп ұлтаралық жасамады. Жоқ, қараңыз, ұлтаралық жоқ. Осыған ұлтаралық жүз баланың 450 орыс классында оқиды, 450 қазақта оқиды. Ол да өтірік мәлімет. Мектептен сұрадық, мектептен барды. 9 күні комиссия шығады, поголовно сол балаларды санап шығады, қайсысы қай класста оқиды. 9 күні нақты шығады ғой, Айбек мырза. Ұлт аралық, межнациональный, рознь деген сөздерді қолданып, мынаның бәрін бастап жүрген өздерің. Біздер егер лично орысқа қарсы болсақ, біз мына мектептен мына орысты шығартса деп бір-бірлеп айтатын едік. Дұрыс па? Біз орыс класстарын алса деп тұрық, оның ішінде қазақтар да бар, ол жерде 70% қазақтар отыр. Так что бұл жерде межнациональный деген сөзді ата-ананың құқығы қалай оқытса да баласы біреудің үйіне барып, біреудің үйіне барып, мен балам қазақша оқиды, мен орысша оқытамайды екенмін. Ата-ананың құқығы дегенде мына қазақ тілді ата-аналар мына мектепте балаларын қазақ мектебінде оқысын деп берді ғой. Мына тұр ғой, міне көрейік, міне электрон нұсқасы міне тұр, міне оқыту тілі міне қазақ тілі деп тұр, міне жарғысы тұр. Бұл кісілер сол жарғыны көргеннен кейін, жарғыны көргеннен кейін арнайы берді. Біз ертеңгіден подтверждение алдық, 28 февраль. 27. 27, жоқ, 27-сі ма? Ну вот, неделю назад. Сіз майда айтып отырсыз, неделю назад біз естетсізден оның подтверждениесін алдық. Жарайды, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, біз жұмысқа келгенше мына жақта уже аралас болып кеткен деп. Қайсы егер февральдың 27-сі күні бұл әлі қазақ деп тұрса? Ол мектеп екі тілді болып ашылып, жұмыс жасап жатқанын айтып жатыр. Сіз онда оны қолға алу керексіз ғой, неге ол қағаз бойынша жұмыс жасамайды? Не үшін онда мына жарғылардың бәрі? Не үшін бізге закон онда? Айбек мырза, менде сұрақ бар. Сұрақ қояйық, сұраққа жауап берейік. Менің сұрағым бар. Аудандық білім бөлімі бастығы. Мен өткенде осыдан
2 апта бұрын келген кезде мектеп Қайсар аға екеуміз келдік қой. Мектептің жарғысы қайда деген кезде мектеп директор не деді. Директордан сұрап едім. Директор мына жақта деді. Сосын звонда деді, сол жұрт жауап бере алмады. Сосын мен сұрадым. Мектептің жарғысына не деп тұр дедім. Сіз не деп жауап бердіңіз? Сіз айттыңыз? Аралас деп айттыңыз, Отыра берші. Секрет айттыңыз. Міне мен көрсетейін міне. Оқыту тілі қазақ тілі болып табылады. Неге сіз өтірік айттыңыз? Жоқ, өтірік айтқам жоқ. Бірінші жарғы осылай бекітілген. Бәріміз көрдік қой, сөзіңізді көзімізбен көріп отырмыз. Бірінші жарғы қазақша тіркеліп. Алайда білім, қазір сізге айтам, облыстық білім басқармасының 9 тамыздағы 564-ден бұйрығына сәйкес мынаған өзгеріс енгізілген қазақ және орыс тілінде деген. Қайсы қағаз бар ма? Енді мен қазір соны түсіндіріп берейін. Сіздер мен түсінгенше былай, мектептің жарғысы қазақ тілінде ғой, жарғыны өзгертуге әрекет жасап жатсыздар. Солай ма? Сосын бізді құжатпен бүйтіп тарс еткізейін деп тұрсыздар. Февральдың жаңағы 27-сі күні алынған есептен алынған жауап сонда оны неправильно? Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 37-ші бабының 1-ші тармағында былай деп айтады: заңды тұлға заң құжаттары. Өзіңіз таныстырсыз. Аудан әкімі Қанат Есенгелді. Аудан әкімі Қанат Есенгелді. Сіз жаңадан келдіңіз, Иә, сіздер кім боласыздар? Біз қоғамдық белсенділер және ата-аналар. Кімнің ата-анасы боласыз? 25 мектептің ата-аналары. Осымен уже 3-ші жиналыс болып жатыр, 4-ші жиналыс екен, ол уже саны да жиналыс шығар, қайда беріңіздер? Ата-анасы сізбен кешіріңіздер, екеуіңіз ғана ата-анасыздар, иә? Әлі күнге дейін аға бізге нақты жауап берілген жоқ. Сен ашуланбай, немізді бастаймыз. Мен ашыма тимесе мен ашуланбаймын. Жаңа кіргізбей аға біраз бөлмесін просто, бөлмесін. Бөлмесін. Мен қазақ тілінің мұғалімімін, зейнеткермін. Осы жиналыс жайлы естіп, Ахметова Жібек Рақышқызы. Өскөбе сен отырып. Міне қаулыда мектебіміз осы күнге дейін қазақ тілінде тіркеліп жарғы шыққан. Айтайын, бұны бәріңіз алып жан-жаққа шығып жүргендеріңіз мен жақсы білемін. Жоқ, сізге көрсетпеді алдында болмады, соны қазір енді нақты жауап ретінде мен өткенде де айтқам, бұл мектеп ашылғанда иә, солай жоспарланған. Содан кейін ашылатын кезде, тамыздың аяғында уже мектеп ашылатын кезде қазақ классына тіркелгені 71 бала ма еді? Примерно сондай. 71 бала, мектеп 800-дік, 1200 орындық. Иә, 1200 орындық. Апай, 70 бала деген ұясы отыр. Айтылгендегісін айтып отыр. 900 қоңыраға әкеліп кімге? Манура, кім? Серік қызына 900 баланы қолына өтінішін берді. Талон беру керек болған. Әрқайсында номері жазылып тұрды. Бірде-бір адам звондаған жоқ. Біз сосын қайтадан уже оқу несіне, жаңағы жыл басына, оқу жылының басына 2-3 күн қалған кезде бізге талон бере бастады. Өйткені не деді Манура апай? Ойбай, биыл ашылмайтын болды, құжаттар бітпеген екен. Декабрьда ашылатын шығар, бірақ декабрьда кім келеді? Ендігі жылы ашылады. Сосынан Ердәулеттің сөз. Ол кісі қазір 13 мектептің директоры. 13 мектептің. Мектепке документ тапсыруға келіп тұрған ата-аналарды қайтарып жіберген ғой. Енді қабылдамаймыз деп. Бірден айтайын, бірақ жазып отыр камера. Ол бүкіл Қазақстанға дейін шұғылдауды. Енді сол кезде ашылғанда факт что 25 ма 27 күні мектеп ашылатын кезде тамызда 71 бала ғана қалған қазақ класынан. Енді тыңдаңыз. Иә, сол мектепті ашу керек болған. Соңына дейін белгісіз болған, ашамыз ашпаймыз, жұмыс ішінде жүріп жатқан, бітіріп бірінде ашу керек болды. Шешім қабылданған 27-28 тамыз, нақты айта алмаймын. Сол кезде қазақ класында жаңа тағы қайталап өтемін, 71 ғана. Сонан кейін шешім қабылданған, аралас ашыламыз деп. Аралас ашамыз деп шешімді кім қабылданар? Менің алдымдағы әкім. Ол заңсыз қабылданған. Әкімге келген кезде әкім айтты. Жақсы, заңды қабылданды, заңсыз қабылданды. Балалар бүгінгі күнде оқып жатыр. Дұрыс па? Оқып жатыр. Енді қазір мен не істеймін? Қаулы қазір өзгеріске берілген.
енді ана балаларға айтамын ба, жоқ сендер қазақ классына ұнамайсыңдар кетіңдер деп. Жоқ аға, ұнамайсың деген нәрсе жоқ. Солай ғой біз. Бұл жоқ, біздің талабымыз, біздің құқығымыз. Осы күнге жиналыста да сіз болған жоқсыз, бұның бәрі айтылды. Біріншінде болды, Былай болады. Мына жерде жинағанда Былай болады. Ұнамайсыз деп айтпайсыз. Мына ең бірінші жиналғанда нетілген документтері деген қазақ тілінде деп берілген, бірақ деген кісілер жинала алмағасын смешанный қылдық. Енді адамдар жиналып жатыр, сондықтан кешіріңіздер, басқа мектептерге барасыз дейсіңдер. Өзінің оқыған мектептері бар ғой. Менің ойымша, енді бірінші, екінші класстар, нулевой класстар деген мынаған келді. Бірақ деген айту керек. Бәрін жинап, айқайсыз, қиқайсыз деген. Осылай, міне қазақ тілінде мектеп болады деп ашылған екен. Адам аз болғасын сізді алып енді орындарыңызға, пожалуйста, ата-аналарды жиналап деген айқайлатпай нету керек. Ата-аналар айтады да, осы уақытқа дейін демей отырдық. Жарайды, ашылып кетті ма, ашылып кетті. Біз уже үкіметтің халықты аяқтың астына басып жатқанына уже елдің бәрі біліп кеткен. Мына мектепті мен білемін, салып жатқанда, салмай тұрғанда мен білемін. 12-ші жылы Умралиев, Садыкова, содан кейін Сатпаев уже жола келіп, мына мектепті білесіз қандай екен. Әпке, мына мектепті 9-шы мектепке салай деп жатырмыз. Қазақ мектебі болады деген. Сол кісінің аманатын деген жойып деген, бәрін деген жойып деген, мынаны деген өзіңіз білесіз деген. Абдыханов деген жолан десе деген, оның деген шашы түк тұрып деген шығайнайтын деген. Мұның істегені. Сондықтан надо исправлять надо мынаны деген. Ағай, 9-шы мектептен біздің Қамнұр ағайдың қолында печать қойылған, білесіз, көрген шығарсыз қағаз, 400 баланы түгел аударады деген қағазы бар. Вот соны көріңіз. Директордың қағазы бар. Егер қазақша болып ашылған жағдайда 400 баламен түгел директор болып сол жерге көшіп барам, бүкіл мұғалімдеріммен, составыммен деген. Ауысатын кезде мектеп аралас болады деп оларды қайтарып жіберген. Жаңағы 900 балаға 400 баланы қосыңыз, уже 1300 бала, сіз 71 баланы айтып отырсыз. 1300 бала. Ладно, оны қоя беріңіз. Енді 3 күн қалғанда аралас қылдық дедіңіз ғой, бала саны жетпей. Сол дұрыс па? Неге сіз 8-ші мектеп па, қазақша бұл жерде? Қай мектепте? 8-ші мектепте 2500 бала отыр, 700 орындықта. 2-ші мектепте. 2-ші мектепте. Қазақша мектептер көп, орын жетпей отқан. Неге сіз соларды разгружать етпейсіз? Неге сіз орыс мектебін разгружать етесіз? Вопрос в этом. Какой у вас интерес, почему қазақ мектептерінен сыймай отқан балалардың жартысын жібермейсіз дайын тұрған мектепке? Мен келгенде осылай араласты ғой. Түсінікті. Енді сіз қазір енді біз сізден талап етіп отырмыз. Біз сұрап жатқан жоқпыз. Сізден талап етіп отырмыз. Мына мектептің қазақша болып ашылуын біз сұрап жатқан жоқпыз. Біз талап етіп жатырмыз. Қабылдаймыз. Иә, біз талап етеміз. Жоқ, біз талап етеміз. Одан кейін бізге андай әңгіме керегі жоқ. Қазақ мектебі қазақ болу үшін, оқыту үшін сотқа барыңдар, дәлелдеңдер деген. Біз сонда Қазақстанда жүріп, мектептің құжаты қазақша болса, қазақша балалары оқимыз деп ата-аналар келіп тұр, мысалы. Ата-ана баласының болашағы үшін келіп тұр мына жерде. Сіз соларға айтасыздар, сотқа барыңдар. Ол Қамнұр аға сотқа берсе, амал жоқ болса сотқа берді. Басқа баратын жері жоқ болса сотқа берді. Бөліп жатсыздар, қазақ. Бұл жерде есіңізде болсын. Мен айтайын. Оқыту тілін айтып жатырмыз. Біз егер қазақ мектебіне диаспора өкілдері келетін болса, қазақша оқи берсін. Неге олар қазақша оқытып жатыр? Біз бөліп жатқан жоқпыз. Мемлекеттік тіл бірінші орында болу керек. Әрқашан бірінші орында, дұрыс па? Сіз өзіміз мәртебемізді өзіміз көтермесек қаламыз ғой. Сіз мемлекеттік тілді бірінші орында қойыңыз. Енді қараңыз. Біздің ұлттық мүддеміз бірінші. Диаспора өкілдері қазақша қоғамдық, қоғамдық қой. Қандай қоғам? Қараңыз. Бұл жерлердің егесі кім? Білім бөлімінің басқармасы. Қазақ қоғамына жағдай жасау керек. Қоғамды айтпай-ақ қойсын. Диаспораны айтпай-ақ қойсын. Қазақстандық деген бар. Қазақстандық деген болса, мемлекеттік тілде бар. Мемлекеттік тіл бірінші орында болады. Кезінде бөлді ғой. Қазақстан деген сөз керек емес бұл жерде. Бұл жерде мемлекет бар. Сіздермен мынандай нені сөйлесеміз? Осыны айтып Мына нәрсені орындалмай отыр. Сіздер орындамайсыздар. Ананы нетіп, мынаны айтып, ананы комиссияны құрамыз деді, бір апта әлі құрылмаған. әлі қылмаған. Бізге өтірік әңгіме керек емес. Нақты шешім керек. Халықтың талабы. Қанат Есенгелдіұлы бұл кісінің аты. Қанат Есенгелді. Халықтың талабы қазақ мектебі. Ұлттық мүддеміз жойылып жатыр біздің. Біздің ең бірінші неміз не? Біздің ең бірінші парызымыз не? Біздің ұлттық мемлекетті құру. Мемлекеттік тіл бірінші орында болу керек. Сақтап қалу. Ұлтымызды сақтап қалу. Осы мемлекет, осы елдің жердің егесі қазақ болғаннан кейін бірінші орында болу керек. Біздің мемлекеттік тіліміз бірінші орында болу керек.
Ал халық айтып жатыр, біз пәленбаймен қол жинап жіберіп жатырмыз Тоқаевқа, Назарбаевқа талай жібердік. Олар біздің ұлттық мүддемізді таптап, мемлекеттік тілді анау орыс тілін алып таста деп жатырмыз. Оны құлағына да ілмейді. Неге айтпаймыз? Неге айтпаймыз? әңгіме осы сендер де соны Назарбаев бастап айтып отырмыз. Талғат мырза білсін қалай болған. Сосын Қарлыға Садуақасова ол айтты, эфирға шықты, мектеп қазақша болатын болды деді. Сосын 4 әйел келді, міне. Мұнда жазылып жатыр. Соншалықты өзімізді жерлеуге бола ма? Апай, сөз бөлмейді. Вообще-то больше всех по этой школе переживала за детей, хлопотала, просила, чтобы решили вопрос положительно. Она пошла до победы. Молодец, так держать. До победы. Қараңыздар. Это наша Мариночка, молодчина деп тұр. Енді на жерде Марина жазады. Это не только я подняла вопрос. Огромное спасибо Кайдару Алихановичу. Қарлыға Айсабековна за организацию этого всего. Управление обл. Образования. Енді сонда бізде намыс жоқ па? Бізде сонда басқа біз үшін ашылған нәрсе. Мен орыс халқымен бірге өмір сүріп жатырмын Алмалы ауылында. Бір орысты әкеліп, мынау Самат нацист, националист, бізге келіп күн көрсетпейді десе, біреу емес, бесеуін бар, хотя біреуін алып қойсын. Біреуіне ондай неткен жоқ. Бірақ біздің балаларымыз без проблем аралас болса, осыған дейін дальше болып жатса, бола берсін. Мен баламды аламда сол 3000 отырған адам екінші мектептегі апарам. Бірақ балаларым таза, андай біз аралас мектептерде өскенбіз. Біз аралас мектептің не екенін білеміз. Аралас мектептерде өскен балалар әрдайым жәутен етіп жүреді ана орыстарға. Ол рас нәрсе. Жоқ. Жерімізде тұрып отырмыз. Жоқ, соны мен сіздерге енді мына нәрсені айтамын. Қараңыз, мен сіздерге мына нәрсені айтамын. Алдында директор ханым не істеді? Жиналыс болды. Жиналыс деп шақырды, 15 минуттық не өткізді шара. Не деді? Концерт сияқты бір нәрсені ұйымдастырып жүрген. Ең бірінші шыққан. Біріншіден гимнмен бастаған жоқ. Әр нәрсе гимнмен бастау керек, дұрыс па? Бізде ұлттық рух бар. Біз гимнмен бастау керек. Одан кейін бір топ, мен ұлтқа бөліп жатқан жоқпын. Бірақ енді қазақтар келіп отыр ғой, қазақтарға бір кішкене қазақшалап бір құрмет. Домбырамен бастаңдар, қазақша бимен бастаңдар, қазақша әнмен шырқаңдар. Жоқ, алдыда хор алып келді. Басшысы орыс әйел, ар жағында тұрған балалардың 80% орыс. Қашан ол? Немерім? Алғыс күні деп 28 күні ата-аналардың общий собрание, мектеп бойынша собрание жиналыс болады деп шақырды. Шақырған бетте біз бәріміз келіп, әркім өзінің жаңа назасын айтайын деп келген жерден мейрам қылып ұйымдастырып жіберді. Орыстардың деген осы. Сосын директор мырза бүйтіп айтты. Енді мынандай нәрсе болып жатқан соң сіздердің көңілдеріңізді аулап деген сияқты нәрсе келдік, бірақ көп ата-аналар тұрды. Егер де бұндай нәрсе болатынын білген нетсе, сіздер айту керек едіңіздер. Бірінші концертный программа болады. Сосын артынан кейін осындай жиналыс болады, басқа сұрақтарды шешеміз деп. Танат мырза, осымен апайдың келгеніне, жаңа директордың келгеніне 10 күннен көп уақыт болмады, бір көп болса бір 2 апта болған шығар. 2 аптаның ішінде жаңағы екі халықтың ортасына іріткі салып жіберді. Шын, неге десеңіз, біз келіп жай ғана талабымыз, апай, мектеп жалпы білім беретін мектеп. Бұнда балалар военный формамен жүру дұрыс емес деп. Ол кісі тұрды айтты. Мен қараңыз, ағай, жоқ, ол сіздер, ол неге халық, біз мен армияда служить еткем, непосредственный начальник деген нәрсе бар, дұрыс қой. Мен неге қайта-қайта сізге, болмаса сізге келуім керек? Онда директорды қайтамыз, директорды онда алып тастау керек. Онда бірден сізге келеміз, сіз басқаларына не бетіңіз. Біз келдік, айттық, апай, осылай шешіңіз, бұл нәрсе болмайды. Бұл жарайды, российский идеология, басқа нәрсе, оны нетпей қой. Общий образовательный мектеп па, общий немен жүрсін киіммен. Артынан кейін дополнительный кружок, тэквондоға бара ма, бір нәрсеге бара ма, домбыраға бара ма, қазақша биге бара ма, артынан кейін киінсін. Енді ол кісі тұрды айтты, жоқ, мен оған нетпеймін, жылдың соңына дейін осылай жүреді. Біз айттық, апай, сіз директорсыз ғой. Ол масқара ғой дедік. Сіздер неге? Бір, екіншісі масленица деді. Оны да барып нетіп еді. Оны қайтадан бұл кісі тұрды, мен емес, оны анау Татьяна жазып жіберді. Татьяна деген әйелді ана жақтан суырып шығарып. Ол уже болған әңгіме ғой. Енді аға,
келіп тағы да сол жиналыс болған кезде ата-аналар тұрып, апай, біз балаларымызды қайда беріп жатырмыз? Мынау военный формамен жүрген не деп не нетіп еді? Жоқ, ол кадетский класс емес, ол жай ғана сыныптан тыс жаңағы не? Жас сарбаз деген мереке не клуб. В общем, бұл кісі өз сөзіне жауап бермейді. Сосын мен шыдамаған соң аға микрофонды алдында айттым. Ондай ио керек емес. Апай, сіз егерде күн сайын өзіңіздің анау айтады ғой, показания дейді ғой, неде? Сіз күнделікті өзіңіздің неңізді өзгерте беретін болсаңыз, ол қалай? Біз сізге де келдік сол мәселе туралы. О жаққа нақты конкретный. Енді тағы да бір нәрсе, любой жерде басшы адам өзінің подчинениесіндегі адамдарды қыспақ қалады. Талай мұғалімдер уже сабаққа деген несі жоқ. Желаниялы. Ол мұғалім емес, тіпті вахтерлардың өздері кәдімде бүйтіп. Біз келіп кеше 20 несі кешегі 7-6 наурыз күні ұлттық мемлекеттік жаңағы кітапхана сол жақта 3 батыр анамыздың жаңағы концерттік не өткізеді. Кеше. Енді қараңыздар, қазір сообщениялардың бәрі скопировано тұр. Директор тұрады да айтады, бүткіл кеше қызымызда қыз сыны болу керек болған. Бүткіл мектептің жаңағы бастауыш сыныптарында қыз сыны. Ата-аналар жалобы жасап жатыр. Біз ана көйлектерді бәрін арендаға алдық. Bir күні 10 000 теңге тұрады. Жарты сағат қалған кезде бүгін қыз сыны болмайды. Біз бір Нұр Отан сияқты андай, Нұр Отан емес, бір Аблязовте сияқты болдық. Неге десе, бүгін осындай кітапхананың несі болады. Сол себепті қазір ата-аналар келеді да шу көтереді, ол шу болмау керек деп, анан бәрін. Ол кімдер шу көтереді сол? Ата-аналар шу көтереді деп. Қай ата-аналар? Білмеймін. Енді жоқ, осы қазақтарды нетіп отыр ғой, енді бұнда қасшау қазақ болып отыр ғой өз-өздеріне. Болмайды, бәрін распускать, бәрін алды да біздің баланың апарған киімін, домбырасын бәрін көтеріп, қайтадан машинеге тиеп, қайтадан алып келді. Бүгін тағы 10 000 теңге төлейді. Бүгін енді, бүгін қайтадан сол мейрам болу үшін. Енді кеше келдік, дұрыс па Гүлнар? Бізден бұрын бір ата-ана кірді, сол неге қатысам деп қандай мейрам болатынын көргісі келді. Кіріп еді, ана кіреберіске 3-4 нені қойып қойған, вахтері бар, тағы мұғалімдер бар. Жоқ, директор бүгін не болып жатыр, онда ата-аналар кірмейді. Онда кім кіреді мектепке? Сосын келдік та бізге мына ненің кітапхананың бастығы айтты ғой, Ризван апай ғой дейме? Сол кісі кәдімде голосовой жазып, бүткіл топтарға салып жіберді. Ата-аналар келсін, көрсін. Біз келдік, мен енді тұрдым да, директор шақырыңыз деп едім, басқа біреу мені таныды ғой, мен кішкене біз андай не нетсен. Ойбай, кіргізіңіздер, бұларды кіргізіңіздер. Басқасын кіргізбей ғой. Зал пустой, сонда ана сахнаға шығып жатқан балаларға қол шапалақтайтын. Қол шапалақтайтын, даже ана жақта бір құрмет ететін, даже ата-аналар. Осы директор деген поселок Дәулетте директор болған. Сонда деген бір әйелдің артынан, математика беретін әйелдің артынан түсіп деген, сол деген соттасып, в конце концов мұғалім деген жеңіп, 7 айлық ақшасын төлеген. Осындай адам, осында да соны істеп жатыр. Менде мынада әкім мырза, менде мынандай сұрақ. Мен де бір сөйлеймін. Мен бір сұрақ қойса, сол сұраққа жауап беріңізші. Сіздер шақырмасаңыздар да мен түсіп астына келіп. Менің сұрағым мынандай. Мына Талғар ауданында не сонда орыс мектептерінде бала сыймай жатыр ма, орыс сыныптарында? Мына 25-ті аралас қылдыратындай сыймай жатыр ма? Әлде қазақ балалары же, маған көп адамдар жазып жатыр. Біз 400 оқушы тұратын оқушыға арналған мектеп 1200-2000 оқып жатырмыз деп жазып жатыр көп ата-аналар. Қазақ тобының ата-аналары. Сонда мен түсінбеген мына орыс сыныптарында, орыс мектептерінде бала сыймай, до того мына проблема туындап сол 25-ке қарап қалды ма солар 25-ші мектепке? Мен жаңа Айбек өзін айтып жатсың. Қазақ елінде өмір сүріп жатырмыз ғой. Біз неге қазақ елінде жүріппіз? Қазақ мектебін ашу мынандай проблемаға айналып кетті. Неге мынау дауға айналып тұр? Неге соны шеше салмайсыздар? Сіз айтып жатсыз. Мен оның ағында болған жоқпын. Басқа әкім болды. Әңгіме жоқ. Сіздің кезіңізде болған жоқ мынау. Бірақ сіз келдіңіз. Енді проблеманың бәрі сіздің мойныңызда. Ана директордың қызметін атқарушы орнынан босатыңыз. Істей алмайды ешқашан. Адаммен сөйлесе алмайды. Адамнан қашып жүр. Ол қашатын болса не үшін айлық алып жүр ол? Даумен барған болсаңыздар, біз даумен барған жоқ, біз адам сияқты бардық. Қазір сіздер бірінші рет көріп тұрмыз. А сіздің ана күзетшілеріңіз жоқ, күзетшілеріңіз қалай қарсы алды? Күзетшілеріңіз қалай қарсы алды? Олар біз күзетшілер жаман шығар. Жақсы, мен сұрағыма жауап беріңіз. Талғар ауданында, Талғар қаласында жалпы орыс сыныптарында оқушы сыймай жатыр ма? 25-ші мектепке қарап қалды ма? Бізге андай сот деген әңгіме керек емес бізге. Біз қазақ екенімізді дәлелдеу үшін сот керек емес.
Мен құжатымда қазақ деп тұр. Мектеп қазақ тілінде деп, оқыту тілі қазақ тілінде деп қарамен бадырайып жирныймен жазылып тұр. Біз сонда қай жерге біз біріккен ұлттар ұйымына сотқа береміз ба? Не істейміз енді? Мемлекеттік тіл бірінші орында болу керек. Ертең даже қараңызшы, ертең даже мына қазір мына кісілер жүгіріп жүр ғой, мына документін жөндеу үшін аралас деп, иә? Бұл мектеп аралас деп шыққан күннің өзінде біздер тағы да сотқа береміз. Бір жыл бұл мектеп қазақ тілі деген қаулы бойынша екі тілде. А неге сіздер аралас деп жыл бойы незаконно работали деген, вот сол кезде болады даудың өтесі. Это как предупреждение принимайте. Тағы да бір кешіріңіздер, баланың несіне мерекесіне орай мен заттар мәселелеріне апарсайын. Енді қараңыздар, 8-ші мектептен залында да айттық, күшпен 400 баланы ар жаққа аудартты. Өйткені ата-аналарға 3 күн мектеп басталуына уақыт қалған кезде сіздер осы мектепте оқисыздар деп бастауыш бүткіл сыныптарын мысалға бірінші сынып 7 класс алды да бәрін қазағы бар, орысы бар, бәрін апарды да неге жаңағы аралас класстар бар ма екен, бәрін алды да неге 25-ке аударып тастады. Сол кезде бәрі 9-шы мектептің ата-аналары шығарылған болатын. Біздің мектепті мұғаліммен бірге ауыстырыңыздаршы ар жаққа. Біз ескі бір садикта тұрмыз. О жақтаға кірсеңіз 900 балаға, қанша 9-шы мектепте 500 ба, 600 бала? 400 балаға және. 400 балаға далада условияны көріңіз, туалет. Мен барып кіммен бірге түсіргем. И ненің ішінде бір талғана унитаз тұр, 400 бала. О жерде жарайды бастауыш сыныптар болса, о жақта бүткіл 11-ші классқа дейін балалар оқып. Өзіміздің қазағымызды жарылқайық та. 8-ші мектепке қайтадан сол үш ай қалғанда ол балаларды қайда жіберемін деп отырсың ғой. Сұрақ солай ғой. 3 күн қалғанда аудардыңыз ғой. Күшпен қайтадан апарасыз. Сентябрьге 3 күн қалғанда сол балалар келді ғой бір жақтан. Бұл кезде каникул ғой. Менде сұрақ қазір мектептің жарғысын неге аралас қылдырып жасайын деп жатсыздар? Неменеге отырмыз біз? Мектептің жарғысын неге аралас қылдырып жасайын деп жатсыздар? Ал сұраққа жауап беріңіз. Мектептің жарғысын неге аралас қылдырып жасайын деп жатсыздар? Аға, сөйлеңіз, сізге сөз берейін. Сондай. Біріншіден тағы да армысыздар. Қазақ жігіттер қазаққа кішкене сай болу керек қой, кішкене сабырлық сақтап. Мен кіргенім кезде бір-біріміз сіз келген кезде өз аты жөніңізді айтып таныстырдыңыз ба? Мен кіріп отырмын ғой, жоқ, аты жөніңізді таныстырдыңыз ба? Сөйлемей қойдыңыз ба? Кірген бетте қарасаңызшы айналдырып, сіз не бәлездеген адамсыз? Мен бәлездеген жоқ, бәле деген сөзді айтпай-ақ қойын. Бәленің бәрін сіздер істеп отырсыздар. Тіл жанашыр, ұлт жанашыр. Сіз келген кезде мен айтайын, келген кезде ескерту айтып қойшы, сіздерге әкімдерге ескерту жасамай, сіз кірдіңіз, аты жөніңізді таныстырыңыз деп айтып еді. Сіз үндемей қойдыңыз. Сіз айтпаңыз, өзі айту керек. Ал өткен жиналыста сіз кешігіп келдіңіз. Сіз кешігіп келдіңіз өткен жиналыста. Аты жөніңізді айтқанда жоқ. Мен бәле емеспін, бүйтіп бізге. Бүйтемін. Мен жаратып алған жоқсың. Әкімнің бір Талғар ауданының әкімнің орынбасарысыз. Дұрыс па? Сіз халыққа өйттік. Масленицаны ұйымдастырып жатыр екен, түгел отмена бердік. Ояқты да орыс классының ата-аналар келді. Біз ақша жинағанбыз, бүйткенбіз, сөйткенбіз. Болмайды. Ол мектеп, уставы бар. Мемлекеттік мейрам болса, ол жасалынады. Мынау жасалынбайды. Сөйтті бастық болды. Енді қазір жыл біткенше мен мектепті ауыстырам, қазақ болады, орыс болады деп ештеңе айтпаймын. Балалар оқу соңына дейін бітіреді. Біткеннен кейін, содан кейін жоғары басшылармен отырып қарастырамыз. Жоғары басшылар кім ол? Жоғары басшылар. Неге жоғары басшылар шешу керек? Неге біздің талабымыз неге орындалмайды? Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бірінші жиналысыңызда, к сожалению, мен болмай қалдым. Я вспомнила, про какое собрание вы сейчас говорите. Сұрақ былай. Егер осындай мектептің ішіндегі сұрақтарды, жаңағы масленицасы бар, кадетствосы бар, басқасы бар, ИОмыз шеше алмайтын болса, осындай мелочтарға, каждый мелочқа сіздің алдыңызға жүгіріп келуге біз мәжбүр болса, ол ИОның керегі қанша? Ол ештеңе шеше алмайтын болса, ИО деген исполняющий обязанность. Ол директорда емес. Ол өзін директормын деп отыр уже. Ағай, мен сізге айтайын. 5 ай болды, неге директор жоқ? Сіздер менен құтыла алмайсыңдар деп отыр. Сезініп отыр ғой. Қайрат Боранбаевтың туысқаны екен ғой. Көрдік қой интернеттен. Иә. Талап етеміз. Келсейік. Вы нам или уберите, или жаңа сендерді поменяйте. айтып жатса, келгеннен кейін қабылдау біз міндеттіміз. Өздеріңізге өткенде жиналғанда да бүгін де айтып жатырмыз. Аудандық комиссия құрылып жатыр. Комиссияның составы бәрі дайын.
Мына кісі қазір бізге 9 күні бекітіп берсе, сол комиссия сол жерге шығып определенный жұмыс жасайды арқан. Комиссия мүшесіне Саматты біз келістік кіргіземіз. Қамнұраға бар ғой? Қамнұраға мен Самат екеуі кіретін болды. Сондықтан сол комиссияның жұмысын жасасын, қорытындысын күтсін арқан. Ол улап, шулап, асығып, бір-бірімізден ұрыстасқан шешпейміз. Бірақ бәріміз сөз бөлмеңізші, пожалуйста. Сіз сөйлеген ешкім бөліп отқан жоқ. Аға, сөйлеңіз. Сондықтан сол комиссияның қорытындысын күтейік. Бір шешімге шығарады ғой, бәрібір комиссия құрылғаннан кейін құрылмайды. 9 күн жұмысын бастайды, оның кейін ары қарай жұмысқа байланысты болады. Қазір енді сіздер тыңдап отырсақ, ішінде қордаланып қалған біраз мәселелерді айтып отырсыз ғой. Біз осының бәрін анық қанығына жетуіміз керек. Сіздер де азаматсыздар ғой, сабыр етейік, бірін-біріміз сыйлайық. Улап, шулап, қазір бәлезде біріміз салсаңызбен бүйте берсек, ол жұмыс бітпейді. Сондықтан бұл мемлекет болғаннан кейін заң бар, заң жүзінен аспай осы жұмысты атқарайық. Содан кейін осы жерде өстіп жинау, сол комиссияның қорытындысы бойынша сіздерге жауап беретін боламыз. Егер сол қорытындыға қанағаттанбасаңыздар, сол кезде айтасыздар, біз қанағаттанбадық, или қанағаттандық деп. Или өздеріңіздің бірігіп отырып бір мәлімдемеге келеміз бәрібір түбінде. Өйткені заң бар. Біз не істесек те, мемлекеттік мекеме болғаннан кейін, мемлекеттік қызмет болғаннан кейін, сіздер азамат, біздер осы мемлекеттің азаматы болғаннан кейін бәріміздің құқығымыз бірдей. Дұрыс қой? Заңнан асып кетпейміз, мен өткенде де айтқам. Сондықтан сол комиссияның құжат тұр ғой? Құжат тұр ғой, болды, бізге басқа керек емес екен. Жоқтар, тұра тұр бауырым. Мен сендер осы бәрін сіздер көтеріп жатсыздар, айтып жатсыздар. Біз жоққа шығарып отқан жоқпыз ғой, көзімізбен көріп, қолымызға ұстап отырмыз. Енді әрекет жасау үшін комиссия құру керек та, сол комиссия шешімін қабылдасын. Қанша уақыт? 9-ы жұмысын бастайды, ары қарай жұмысына байланысты ол мынандай күні бітіп қалады деп айта алмаймын. Комиссия мүшелері, комиссия аралас қылдырамыз да әлде қылдырмаймыз да деген мәселе емес. Сіздер қазақ қылдырамыз деген мақсат қою керексіздер. Одан кейін сіздердің шешетін вопростарыңыз. Ана жиналып қалған 400 ана орыс тобына келген оқушыларды қалай өз мектептеріне апарамыз, сіздер соны ғана ойлау керексіздер. Бұл вопрос вообще талқыланбайды, мен сіздерге айтайын. Мына жерден біз қадалған жерден қадаламыз. Кім болса да мына жерде. Кім не істесе де. Мына жерде облыс әкіміне де, облыс әкімі, оқу министрі, президент аппаратына дейін барамыз. Сіз шошымай қойыңыз, шошитын болсаңыз жұмыс жасамаңыз, болды. Әңгіме сондай. Біз просто ескертіп айтып отырмыз. Бастаймыз деген жоқпын мен, бастамас дедім, потому что орыстар сендіріп жатыр бізге. Жоламаңыздар. Міне, бізде жоспарлы жұмыстар бар. Сондықтан окончательный шешім сондай. Комиссия құрылады, жұмысын бастайды, соның шешімін күтеміз. Бір аптадан келеміз. Уақыт мен сізге айтпаймын. Бір аптадан келе беріңіз, біз осындамыз. Мектеп директоры неге 6 ай бойы жоқ? Неге 6 ай директор жоқ мектепте? Мен директор көтерілді, үйде отыр, алыңыздар деп отырсыздар ғой. Сол себептен де ол комиссия содан бастайды бірінші жұмысын. Комиссияға біздің жақсы ол дәл жұмысымыз істейік, уақытымызды алмайды. Айбек, сіз айтасыз, заңнан асып кете алмайсыз, ал заң халыққа жұмыс істеу керек. Халық ол заңды бұзбау керек қой, дұрыс па апай? Титулды ұлтқа жұмыс істеу керек. Артық кетпеуіміз керек, соғысты бастаймыз демеу керек. Титулды ұлтқа жұмыс істеу керек. Жоқ, қазір сіз айтқаныңызды айтып отырмын мен. Бірақ біз заңнан аспауымыз керек. Заңнан аспауымыз керек, бірақ заң халыққа заң жұмыс істейді, бірақ халық заңды сақтап жүру керек. Қазаққа жұмыс істеу керек, сонда қазақ ешқайда кетпейді. Қазаққа жұмыс істеу керек. Сол комиссиямен ары қарай жұмыс Тіл тағдыры ұлт бар. Тіліміз бар, жерде ұлт бар, есінде болсын. Бірінші орында болды. Бізде енді бір басқа ұлтты жаратылған жоқпыз ғой, апай. Ұлттың үйі суы, басқа халықтың үйі суы. Сол комиссияның қазақ мектебіне шешіп, егер сол комиссияның жұмысы осы бірінші орында тұр. Айтайын. Сөз бөлмеңіз, араласпаңыз. Айбек, абай. Егер сол комиссияның жұмысы, сол комиссияның шешімі қазақ мектебінің есебіне шешпесе, біз бүкіл талғарды көтереміз. Қазір мына Айбек ойлама, мына азғантай ғана адам келіп отыр деп. Негізінен біз бүкіл нені бақылап отырмыз қазір. Әлеуметтік желіні бақылап отырмыз. Бүкіл қазақ тілділер. Мемлекет ретінде, әкімшілік ретінде біздің жеке қадағалауда бұның бәрі. Мен бір ауыз айтайыншы. Сондықтан ойламаңыз. Жаңағы заңды өздеріңіз бірінші бұзып отырсыздар. Бірінші сіздер бұзып отырсыздар заңды. Өйткені анау пәленбай баланы алып қазақ мектебі болып ашпай
кеңістік уақытқа емес, пожалуйста. Сіздер сияқты многодетный адамда, көп бала аналардан Айбек күтіп мырза отыр. жаңа біз айттық қой. Кеңістік қой біз. Жоқ, комиссия араласпа қазақ боламыз ба деп ол үшін жұмыс жасамасын. Қазақ болады, ал ана орыс тобының балаларын бұрынғы мектептеріне қалай алып барамыз, сонымен жұмыс жасау керек. Ол шешім, комиссияның шешімі болады. Давай, жігіттер, Дархан. Давай. Біз өз елімізде, өз жерімізде. Өздеріңіздің бұзған нәрсені өздеріңіз сөйлетіңіздер. Әбдіханның қатесі. Өз елімізде. Қарлығанның қатесі. Ақ жаулықты анасыздар, сіздер қазақпыз, бір ауыз сөзге тоқтағанымыз ғой, бәрі содан аспай. Айбек, Орындаймыз. Мына қазіргі Забыр районы Жоқ, бұл орысқа жұмыс істеп отыр. Кім Айбекші? Бұлар орын алатын болса бізге керек емес. Жатпаймыз. Бізге айыплады. Үйде тіпті жатпаймын, қасының қасында баласын. Менің қызым да осы жерде оқиды, қазақ айқайдан бірақ Бірақ бір-біріміз сабыр етуіміз керек қой. Біз бірінші очередь Қазіргі тәртіпке Сабыр сай бағынуымыз районының керек, ақылды болуымыз керек. Мен сіздерге айтамын. Өткен жиналыста соғыспен қорқытпай, тоқтай тұршы, соғыспен қорқытқан бірінші осы әкімшіліктің өкілі Жұмақыз қалай Мұха Енді апай, өтірігіңге біреу үшін мен жауап бермеймін ғой. Сіздерден шыққан сөз. Қайда ол? Сіз Жақсы, давай. халықтың аманатына қаламыз. Сонда Забыр районына орнына қойыңыз. кресло үшін емес, халық үшін жұмыс істейміз. Қазіргі Забыр районына орнына қойыңыз. Жетулді ұлт. Иә, дұрыс айтасыз. Халық үшін